Сәлем достар, чат GPT туралы естіген боларсыз. Яғни ол сізбен қазіргі уақытта сөйлесе алатын, сіздің кез келген сұрақтарыңызға жауап бере алатын, өте сәтті шыққан жасанды интеллекттердің бірі болып табылады. Ал бүгінгі сабақта біз сіздермен оны қолдану арқылы өзіміздің бағдарламамызды құрамыз Python арқылы. Сонымен қатар чат GPT-ді сөйлетеміз. Олай болса бізге ең алдымен Python жұмыс ортасы қажет. IDL, егер де ол сізде орнатылмаған болса, бар болғаны Python.org сайтына кіресіз дағы download батырмасын басасыз. Және ең бастысы, орнатар алдында add Python to pass жалаушасын қосып қойыңыз қажет. Ол бізге қосымша модульдерді орнату үшін қажет болады. Орнатылып болғаннан кейін IDL жұмыс ортасын іске қосамыз, жаңа файл ашамыз. Енді осы жерге біз мынандай код жазуымыз қажет. Import OpenAI. OpenAI бұл чат GPT-дің модулі болып табылады. Одан кейін біздің бағдарламамызды чат GPT-мен байланыстырамыз. Ол үшін қайтадан OpenAI нүкте API дейміз. Тең болады. Енді бізге кілт алу керек. Менің кілтім ол мынандай. Бұл кілтті біз қайдан аламыз? Бұл кілтті алу үшін біз platform openai.com деген сайтқа кіреміз. Оның ішіне біз мына жақ оң жақ бөлікте sign up, login деген батырмалар бар. Соларға басу арқылы біз Google аккаунт арқылы кірсек болады. Одан кейін оң жақтағы жоғарғы бұрышқа қарайтын болсақ, өзіміздің профиліміздің белгішесін көреміз. Сол жерден API keys деген батырманы таңдаймыз. Мінекей біздің бір кілтіміз бар екен. Ал сіздерде create деген батырма тұратын болады. Сол батырмаға басасыздардағы кілттің атауын береміз. Create secret key батырмасын басамыз. Және бізге мынандай бір кілтті көрсететін болады. Өте маңызды ақпарат. Платформа бізге кілтті бір-ақ рет көрсетеді. Сондықтан оны бізге көрсеткен бетте көшіріп алып, бір жерге сақтап қоюымыз қажет. Әйтпесе біз ол кілтті екінші рет мінекей көре алмаймыз. Тек қана жаңа кілтті ашуымызға тура келетін болады. Одан кейін кілтті алдық, бір жерге сақтап қойдық. Сол кілтті аламыздағы біздің бағдарламамыздың ішіне қоямыз мына бір жерге. Одан кейін диалогтағы барлық әңгімелерді сақтап отыруымыз қажет. Ол үшін біз мынандай тізім ашып қоямыз. Тізім дегеннің не үшін керектігін білгіңіз келсе, ол үшін қазақша Python курсына жазылуыңыз қажет. Сол жерде толығырақ айтылатын болады. Енді біз қолданушының хатын сұраймыз. Mess деген айнымалы ашып қояйын. Оған қолданушы енгізу қажет өзінің бір сұрағын. Түсінікті болу үшін user деп беріп қояйын мінекей. Оның орнына сіз кез келген сөзді жаза аласыз. Мен жай ғана user деп бердім. Келесі, осы қолданушының сұрағы бізде сақталуы қажет message тізімінде. Ол үшін append деп жазамын. Оның ішіне тізімнің ішіне мен сөздік ашам. Сөздік туралы да қазақша Python курсынан біле аласыздар. Толығырақ рөлі. Рөл бізде қолданушы. Одан кейін контент. Бұл қолданушының жазған сөйлемі. Біз месседжіске сақтап қойдық. Енді келесі кезекте біз чат ашамыз. Ең маңызды код. Осы жерде мұқият болыңыздар. Қате кетіп қалмайтындай. Біз қайтадан жазамыз. OpenAI нүкте chat completion. Нүкте create. Жақша чат GPT-дің моделі, яғни миы тең болады GPT 3.5
турбо нұсқасы. Осыны қолданамыз. Одан кейін messages тең болады messages деп жазамыз. Осыны жазып болғаннан кейін reply. Яғни бұл чат GPT-дің жауабы. Чат нүкте choices нүкте messages емес, message жай ғана s деген әрбір жоқ, нүкте content деп жазамыз. Енді осы чат GPT бізге берген жауапты біз экранға шығарып көруіміз қажет. Ол үшін print деген функцияны қолданамыз. Print reply. Одан кейін қайтадан GPT-дің жауабын біз сақтап қоюымыз қажет. Рөл ассистент осылай жазамыз. Іске қосып көрейік. Ол үшін run модуль деген батырмаларды басамыз. Окей батырмасын басу арқылы біз сақтаймыз файлымызды. Жұмыс үстеліне сақтайық. Чат GPT тест деп переслайын атауын сақтаймыз. Міне менде user деп қазір шығып тұр. Hello деп жазатын болсам, маған мінекей жауабын қайтарып жатыр. Қандай қызмет атқара аламын деген сияқты, қандай көмегім қажет деп жауап беріп жатыр. Бірақ сіздерде мына бір жерде қате шығады. Өйткені сіздерде OpenAI деген модуль компьютерлеріңізде орнатылмаған болуы мүмкін. Сондықтан оны орнату үшін біз командалық жолды ашамыз компьютерден. Оның ішіне бұл жерге біз былай деп жазамыз. pip install OpenAI. Яғни OpenAI модулін компьютерге орнат дейміз. Және Enter батырмасын басамыз. Менде қазір орнатылып тұр, сондықтан мен ары қарай баспаймын. Келесі кезекте енді біз бұл чатпен сөйлесе аламыз. Сәлем деп жазып көрейік. Не дер екен? Сәлем деген Массачусетс штатындағы қала дейді. Мәссаған. Қазақшада сұрауға болады, бірақ мына бір жерде қазақша шрифттар қабылданбайды айтылды өкінішке орай. Енді қарап тұрсаңыздар, бізде бір рет қана жұмыс істейді чатымыз. Одан кейін қайтадан басынан бастап қосуға тура келеді. Енді бұны да жөндеп қояйық. Ол үшін бізге цикл қажет. Цикл дегеніміз қандай да бір әрекеттерді бірнеше рет қайталау үшін қажет. Біздің циклымыз шексіз болсын. Ол үшін while true деп жазамыз. Мынаның барлығын белгілеп аламыздағы tab деген батырманы басамыз. Яғни алдында 1, 2, 3, 4 бос орын қалуы қажет. Бұл Python тілінің өзінің бір заңдылығы сондай. Қосып көрейік. Орысша жазып көрейін енді. Привет. Мінеке сәлем, қандай көмегім керек дейді. Қазіргі уақытта сұрап көрейік. Не дер екен? Қазіргі уақытта мен біле алмаймын дейді. Осылайша біз ары қарай сұрақтарды қоя аламыз. Бірақ мына жерде оның жауабы шыққан кезде бізде чат GPT деген мәтін шығатындай етіп жасайық. Біз бұлай дейміз. Және амандасақ, біз бұлай деп жауап береді. Мінекей. Бірінші чат GPT тұрады, және одан кейін оның жазған жауабы. Енді біз бұлай жасайық. Бұл чаттың берген жауабы әріптермен жазып жатқан секілді, қазіргі уақытта жазып жатқан секілді көрінсін бізге. Оны біз бұлай жасаймыз. Цикл ашамыз. For I in reply. Ал мына жерге end тең болады. Осылай қоямыз. Яғни reply-дің ішіндегі барлық әріптерді ол жеке-жеке алып жазатын болады. Одан кейін бір былай дейміз. Print I бүтір соңына ештеңе қойма деп жазып жатырмын. N деп отырған жерде
сәл-пәл күту қойық. Күту деген программаны тоқтата тұрады. Сәл уақытқа. Sleep 0,03 секунд күтсін. Одан кейін жай ғана астыға түсірсін. Қосайық. Енді қараңыздар. Hi деймін. Time деген модульді қоспадың дейді. Импорттамақпыз. Ол үшін былай деп жазамыз. Import time. Қосамыз. User hi. Мінеге көрдіңіздер ғой. Қазіргі уақытта жазып жатқан секілді ол көрсетіп тұр. Енді келесі кезекте біз чатымызды сөйлетейік. Яғни бізге айтқан жауабын ол бізге оқып айтып беруі қажет. Ол үшін бізге мынандай бір модуль қажет болады. Google компаниясы жасап берген мынандай GTTS деген модуль бар. Тура осылай жазасыздар. Одан кейін Pilot деген модуль қажет. Осы аудио файлдарды іске қосу үшін біздің ChatGPT-дің жауабы reply деген айнымалының ішінде. Сондықтан біз осы reply-ды оқуымыз қажет. Ол үшін былай деп жазамыз. S тең болады GTTS reply language тең болады. Қай тілде ол бізге айтып беруі қажет. Өкінішке орай қазақ тілі бұның ішінде жоқ, сондықтан орысша қоса салайық енді. Одан кейін біз осы айтқан мәтінді аудио файл ретінде сақтауымыз қажет. Save sample.mp3 форматында сақтай салайық. Енді осы аудио файлды біз іске қосуымыз қажет. Pyglet деген библиотеканы модульді мен қолдана салайын. Music.play болды. Енді осыны іске қосып көрейік. Міне GTTS деген модуль орнатылмаған дейді. Оны бағанағындай командалар жолда ашамыз. Pip install GTTS деп жазамыз. Enter батырмасын басамыз. Компьютеріміз бізде ғаламторға қосылып тұруы қажет. Мінеки бәрі сәтті орнатылды. Қайтадан іске қосып көрейік. Сонымен қатар сіздер Pyglet модулінде егер осындай қате беріп жатқан болса, орната алсаңыздар да артық етпейді. Привет, как дела? Енді мына бір жерге қараңыздар. Біздің бірінші сөзімізге ол жауап берді, бірақ екінші рет сұрақ қойып еді, ол бізге қате беріп жатыр. Яғни неге қате беріп жатыр? Өйткені ол өзінің аудио файлын біздің файл жатқан жерге, біздің кодымыз жатқан жерге аудио файл ашқан болатын, мінеки sample деген. Енді ол сол файлды екінші рет қайта жаза алмай тұрған екен. Сондықтан біз не істейміз? Бұл файлды әрдайым өшіріп отырып, қайтадан жаңадан жазып отыруымыз қажет. Ол үшін бізге OS деген модуль қажет. Import OS. Біз аламыз да, ең соңына келеміз да, os.remove sample.mp3. Мына бір файлды біз өшіріп тастаймыз. Қосайық қайтадан. Привет, как я могу вам помочь?
Future IT мектеп жайлы өлең шығарып беруді сұрадым. Вчера идти так много знаний. Здесь все про компьютеры, сети и программы. Мы всему учимся. Инженер, хакеры. У нас нет никаких Жарайды болды, ограничений. тоқта болды, жарайды. Міне осылай ол өлеңді де шығара алады екен. Енді егер де сіз ағылшын тілінде сұрайтын болсаңыз, қараңыздар. Hello, how may I assist you today? Ол алттағы бірден орысша акцентпен оқып кетті. Сондықтан ағылшынша сұрайтын болсаңыз, мына жерде ағылшынша деген тілге ауыстырады екенсіз. Hello, how can I assist you today as an AI language model? Керемет. Енді біз осы чат арқылы ойын ойнауымызға болады екен. Соны сұрап көрейік. Міне, жеңіп кете береді екен ол қайта-қайта. Ладно, как скажешь. Если у тебя будет желание сыграть еще раз, то можешь обратиться ко мне. Хорошего дня. Рахмет. Міне осылай кез келген дүниені одан сұрауымызға болады. Және осы чатты біз пайдалы білім алу үшін де қолдануымызға болады екен. Мысалға, маған ағылшын тілін үйрет деп сұрап көрейін. Сонымен қатар біз программалауды үйрене аламыз. Мысалға сұрап көрейік, маған Python бойынша сұрақтар қой дейік. Как в Python можно объявить переменную и присвоить ей значение? Міне, қалай Python'да айнымалы ашып, оған мән жазуымызға болады дейді. Мысалы, біз кодын жазып көрейік. Нам тең 12. Не дер екен ол бізге? Да, вы правы. В Python переменную объявляют Міне осылайша өзіңіздің біліміңізді арттыру үшін де қолдануыңызға болады екен. Егер сабақ ұнаған болса, лайк басып, төменге өз пікіріңізді қалдыруды ұмытып кетпеңіз. Сонымен қатар, осы Python программалау тілін толығымен үйренгіңіз келсе, онда сізді біздің қазақша Python атты курсымызда күтемін. Сілтеме төменде. Бұл курста сіз Python негіздерін ғана емес, сонымен қатар Telegram бот, олимпиадалық есептер шығарасыз. Сонымен қатар компьютерді басқаратын және де тағы да басқа көптеген модульдермен танысатын боласыз. Егер де бүгінгі сабақ 100 лайктан көп жинайтын болса, мен осы сабақтың екінші бөлімін шығаратын боламын. Бұл бөлімде біз ChatGPT-ге сұрақты жазумен емес, сөзбен айтып, яғни дауыспен айтып жеткізетін боламыз. Ал алдағы сабақтарда кездескенше достар.